достарым. Сендерді көргенге қуаныштымын. Кәм құшақтасайық бір-бірімізбен. Келе ғой. Екеуің құшақтасыңдар екен. Қандай жақсы. Жарайсыңдар балалар. Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Күз. Күзде неше ай бар екен? 3 ай бар екен. Қандай? Қыркүйек, қазан, қараша. Дұрыс айтасыңдар. Қазір күз мезгілінде ауа райы қандай болып тұрады? Күн кішкене жылы, бұрынғыдан қарағанда, бірақ жаздағыдай ыстық емес, Тағы қандай ауа райында белгілер болады? Жаңбыр жауады. Қар жауады. Күн суытады. Жапырақтар сарғайып жерге түседі, дұрыс айтады. Күздің соңғы айларында дұрыс айтасыңдар. Қарашада жайлап қар жауа бастайды екен. Күн қатты кішкене суыта бастайды екен, Алғашқы айларында кішкене күн жылы болып тұрады да, айдың соңдарында жаңағыдай күздің ең соңғы қараша айында күн суытып, қар жауып, мұздақ жауып, қырау тұрып, сөйтіп бастайды екен. Жарайсыңдар балалар. Дұрыс айтасың. Жасыл жанса жүр. Негізгі жол. Кіруге болмайды. Кіруге болмайды деген белгілер. Жүруге болмайды. Жүруге болмайды дейді. Жаяу жүргіншілерге жүруге болмайды. Жаяу жүргіншілерге жол болмайды. Тоқтауға болмайды. Мына жерге тоқтауға болмайды дейді. Аялдауға болмайды. Аялдауға болмайды дейді мына жерде. Жол бер. Тоқта. Тоқта, стоп деп тұр. Тоқта деген белгі білдіріп тұр балалар. Жол жұмыстары. Мына жерде жол жұмыстары жүріп жатыр деп айтып тұр. Тайғақ жол. Мына жерде тайғақ жол дейді. Қазір күн суық, жер бар. Мына белгі не білдіреді екен? Көлік жуу. Телефон. Жақын жерде хабарласу бөлмесі несі бар екен, аялдамасы бар. Жағармай бекеті. Мына жерде жанармай құюға болады деп тұр машиналарға. Дәмхана. Мына не екен? Дәмхана бар екен. Жақын жерде тамақтану орны бар екен. Жаяу жүргіншілер өткелі. Мынау қандай екен? Қандай жол екен бұл? Балалар, қандай жол екен бұл? Бұл жерде не деп тұр екен? Адам жүрге болады деп тұр, өйткені не тұр ерде? Жолақ жол тұр. Міне мына тұрған жерден ғана біз ары қарай өте алады екенбіз. Ол жер жолақ жол, жаяу жүргіншілерге арналған жол екен. Міне біздің мынау жол тәртіп сақшысы осының бәрін қадағалап тұрады. Мен тәртіп сақшысы сізге түсіндірді. Енді бәрі бар бұл жерде өтпеймін. Тек белгі тұрған жерден өтетін болам енді. Қоян, сен енді бұл жолмен жүре алмайсың. Сен өзің орманыңа орал. Жарайды, сау болыңдар балалар. Балалар, қазір біз сендермен қызықты ойын ойнаймыз. Мынау көріп тұрғандар не? Бағдаршаның қанша түсі бар екен? 3. Қандай? Қызыл түсі не деп айтады? Жүруге болмайды. Енді жүруге болады деген білдіреді. Енді қазір біз сондай бір бағдаршам туралы ойын ойнаймыз. Бағдаршамнан қызыл түсі жанған кезде біз жүріп баратып орында тоқтап қаламыз. Қазір музыка әуенімен қазір осы ойынды ойнаймыз. Қызыл жанған кезде тоқтап қаламыз. Сары жанған кезде қолымызды шырқалақтаймыз. Жасыл жанған кезде бір орнымызда жүреміз. Түсіндер ме? Ал ендеше ойын шарты сендерге түсінікті болса, ойынды бастайық. Жүреміз. Сәл жүреміз. Қызыл жанды.
Tamam, oynayalım. Kәнекей. Кәне тұра қалдыр, қатарға тұрып алыңыз, кәнекей балалар. Тұрыңдар, қыздар. Al, oyunda başlayalım. Kızıl candı. Sarı candı. Kızıl candı. Жарайсыздар балалар. Жақсы, әдемі екен. Анда шеттерін енді қарамен боямыз, иә? Дәндерін. Дәндерін қарамен боямыз. Балалар, бүгін немен таныстық біз? Жол ережесімен таныстық, иә? Жол ережесінде біз қалай жүріп, жолда қалай жүруге болатынын, қай жерден өтуге болатынын, қай жерден біз өтуге болатынын біз үйрендік, иә? Мына қарап тұрсам, мына жердегі белгілердің ішінде, мына белгі нені білдіреді екен? Өтуге болмайды, адамға жүруге болмайды деп белгіні білдіріп тұр екен. Ал енді мына белгі нені білдіреді екен? Жаяу жүргіншілер жолы, жолақ жолы екен. Ал мына тұрған не белгі екен? Бағдаршам екен. Бағдаршам не үшін керек екен? Тоқтату үшін. Жолды жүруді бекітіп тұрады екен, иә? Ал мына белгі не білдіреді? Өтуге болады. Өтуге адам бар деген белгіні білдіреді екен, иә? Дұрыс айтасыңдар балалар. Бізге жол тәртібін сақтау үшін кім көмектеседі? Полиция, жол сақшысы көмектеседі екен, иә? Жарайсыңдар балалар, сендер барлықтарың сабаққа өте іс-әрекетімізге, ойымызға жақсы қатысыңдар. Жарайсыңдар балалар.